сіздің ең бірінші иманнан кейінгі міндетіңіз болған 5 уақыт намазыңыз мешітке байланысты. 5 уақыт намазыңыз мешітке байланысты. Ер адам мешітке келіп, өзінің 5 уақыт намазын, егер бір кедергілер болмаса, мешітте оқуы керек. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бәну Сәләмадан болған кісілер мешітке жақын жерге көшіп келмекші болған кезде, диярукум туктабу атарукум, сендердің жүрген әрбір қадамдарың жазылады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұзақтан мешітке келгеннің сауабы ерекше, сауабы артық болатындығын айтты. Бір соқыр көзі көрмейтін сахаба келіп, "Уа Алланың елшісі, менің мешітке келіп кетуім қиын. Мешітке келіп кетуім қиын. Мен намазымды үйде оқысам болады ма?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Азанды естисің бе?" деді. "Иә, азанды естимін" деді. "Онда мешітке кел" деді. "Онда мешітке кел" деді. Мен өзім оқыған елде мешітке келетін екі көзі көрмейтін кісі бар еді. Бірінің аты Яхия Хассун, екіншісінің аты есімде жоқ. Мынау Яхия Хассун деген кісі енді тума, көзі көрмейтін адам. Тума көзі көрмейді. Туғаннан көзі көрмейтін адам. Сол себепті сезу, бағанағы оның сезімі жақсы істейді ме, әлхамдулилля, ол ешқайда соғыспастан бағанағы жолын тауып жүретін. Және таң намазынан қалмайтын. Енді күндізгі уақытта басқа жаққа барып, бағанағы бір жұмыстары бар, өзіне жараса. Кешкі уақытта мешітте көресіз, мешіттен қалмайтын. Көзі көрмейтін адам таң намазынан, ақшам, құптан намаздарынан мешіттен қалмайтын. Және Рамазан кезінде, ораза айында, ол жақта арабтарда жалпы әдет бар, таң намазынан кейін барлығы қолдарына Құран алып, Рамазан кезінде күніне бір парадан оқып, 30 күнде Құранды хатым қылып шығуға тырысады. Сөйтіп оқып отыратындар бар. Енді біреулері Құран тыңдағысы келеді. Әлгі көзі көрмейтін діндегі бауырымыз, көзі көрмейтін сондай бағана зағип жандарға арнайы жасалған Құранын қолтығына қысып көтеріп келіп, адамдардың алдына шығып, мына саусақтарымен ұстап отырып, сол Құранды оқып беретін. Көзі көрмейді, бірақ көзі көрмейтіндігі мешітке келуіне, оның Құранды үйренуіне, келіп Құранды мешітте оқуына кедергі болған жоқ. Ал бізде қанша адамдар бар? Дені сау, мешіттің жанында тұрады, мешітте келіп кетуге мүмкіндігі бар. Солай бола тұра мешітке келмейді. Солай бола тұра мешітке келмейді. Мешітке тек қана бағанағы келсе жұма намазына келеді. Тек қана жұма намазына келеді. Яғни оның былайша айтқанда 5 уақыт намаз оқымайтын әлгі жұмабай деп әзілдеп жатамыз ғой, жұмабайлардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ал енді екінші көзі көрмейтін кісі бар еді. Ол кейіннен көзі көрмейтін, яғни көзінен айырылған болу керек, көз жанарынан. Ол кісі мешітке қиналып келетін. Бір күні таң намазына кішкене кешігіп шыққан кезімде, әлгі кісі келген уақытқа, яғни екеуміздің уақытымыз бір уақытта болып қалды. Әлгі кісі мешіттің сыртында, мешіттің қабырғасын ұстап, мешіттің есігін таба алмай жүр. Ана жерге бір ұрылады, мына жерге бір ұрылады, сөйтіп есігін таба алмай жүр. Жанында оны алып келетін адам жоқ. Алла тағаланың алдында, "Я Алла тағала, менің жетектеп алып баратын жетекшім жоқ, мешітке алып баратын, халімді көріп тұрсын" деп үйінде жатса да болар еді. Бірақ солай бола тұра қарасаңыз, яғни ана жерде көріп, субханалла, көзіңе жас келеді, жылап жібересің. Ана жерге бір ұрылып, мына жерге бір ұрылып, есікті іздеп жүр. Жүгіріп барып, қолынан ұстап, өзімен бірге мешітке алып кірдім. Құранда Алла субханала тағала فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Шын мәнінде көздер соқыр болмайды, көкіректегі жүректер соқыр болады деді. Ол адамдар Алла тағаланың алдында соқыр емес. Алла тағаланың алдында кімдер соқыр? Алла тағаланың алдында көзі бола тұра мешітке келмейтін,
денсаулығы бола тұра, қол аяғы істей тұра, мешітке келмейтін, Алла тағаланың кәләмін оқымайтын, Алла тағалаға шүкіршілік жоқ адамдар, міне сол адамдар Алла тағаланың алдында соқыр адамдар. Және мынау бұл дүниеде көзі көрмеген адамдар, бірақ көкірек көзі ашық болған, көкірек көзі ояу болған, жүрегі тірі болған адамдар ертең Алла тағаланың алдына барған кезде олардың көзі көріп тұрады. Ал бұл дүниеде Алла тағала көз берсе де, Алла тағала оған қол аяқ берсе де, Алла тағалаға шүкіршілігін жасамаған, Алла тағаланың осы жердегі ең қасиетті орны болған мешіттермен жүрегі байланбаған адамдар ертең Алла тағаланың алдына барған кезде көздері соқыр болып тіріледі. Құранда Алла субханала тағала оларды біз қиямет күні ама, яғни көздері көрмейтін соқыр етіп тірілтеміз деді. Сонда олар лима хашартани ама ва қад кунту басира, мені неге соқыр етіп тірілттің, менің көзім көретін еді ғой деген кезде Алла субханала тағала не дейді? Ататка аятуна фанаситаха ва казалика ал-яума тунса. Біздің саған аяттарымыз келді, дініміз келді, мешіттің азанын естіп тұрдың, күнде Алла тағала сені 5 рет шақырды, бірақ сен келген жоқсың, Алла тағаланың дінін ұмыттың. Ва казалика ал-яума тунса, бүгін сен ұмытыласың, ұмытылғандардан боласың деді. Алла тағала ондай ауыр халден сақтасын.